Холодильнигіңізде бар заттармен бүгін шайға осындай өте дәмді мини пончиктер жасап көріңіздерші қыздар. Өте дәмді болып шығады. Алдымен 2 жұмыртқаға жарты банка сгущенканы қосып венчикпен араластырамыз. Оның үстіне 300 грамм ұн, одан кейін шай қасықпен қопсытқышты қосып араластырып, осындай тестасын дайындап аламыз. Бірден дайындай береміз. Қолымызбен кішкенеден алып, осындай шариктардың формасын дайындап аламыз. Одан кейін қызып тұрған майда жай отта пісіретін боламыз. Бірінші майыңызды қыздырып алып, одан кейін оттың астын жайға қойып, шариктерімізді салып, араластыра отыра қуырамыз. Қатты от болса, ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Сол себепті асықпай, жай отты араластырып отыра пісіріп алыңыздар. Енді өте дәмді болып шығады, оп-оңай жасалады. Бүгін мен қызым екеуміз жасадық. Қызым көптен бері мама бірге бір рецепт түсірейікші деп өтінген соң, осы оңай рецепті сіздерге жасап ұсындық. Қалауыңызша әрлесеңіздер болады, үстінен шоколадты ертіп, немесе сахарный пудра сеуіп жасасаңыз да болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, немесе сақтап алыңыздар. Ас болсын.